Мына адамдарды өміріңнен алып таста. Сенің алдыңа қойған мақсаттарыңды сынап, сені артқа тартатын адам. Көпшіліктің көзінше сені кекетіп, сені ыңғайсыз жағдайға қалдыратын адам. Сенің қуанышыңа қуана алмайтын, еңбегіңді құнсыздандыратын адам. Сенің сезімдеріңді қадірлемей, маңыздылығын жоққа шығаратын адам. Сенің жасаған әр затыңды, ойларыңды сынап, сенің жеке тұлғаңды тұншықтыратын адам. Өзі қиналғанда емес, сіз қиналғанда жаныңыздан табылатын жандарды бағалаңыз. Сізді тек жоғарыға қарай жетелейтін жандармен дос болыңыз, себебі төменге тартқысы келетін адамдар толып жатыр. Дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады. Саған біреу пікір айтса, сен оған ренжіме, жай ғана күлімсіре, себебі өзіңнің қандай екеніңді өзің ғана білесің. Әдемі сөйлеп үйрену өнер, керісінше үндемеуді үйрену тіпті үлкен өнер. Жақсылық бұл кереңнің ести алатын, соқырдың көре алатын дүниесі. Нағыз дос сен қателік жіберген кезде де жаныңнан табылады, ал сен дұрыс жүрсең, бәрі сенімен бірге. Егер өмірде әрдайым күлімдеп жүрсеңіз, өмірде сізге күліп қарайтын болады. Ертеңгі күнге кепілдік берілмейді, сондықтан бүгін өмір сүріңіз. Қатты уайымға салынба, бұйырғаннан қашпайсың, жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Көрінбейтін адам не өлі, не жат саналады. Сондықтан жағдайыңыз қандай болса да көрініп қойыңыз, тығылмаңыз, қашпаңыз. Сізге көмектесетін жан әрдайым табылады. Үйіңді қонақ келердей, жүрегіңді өлім келердей таза ұстаңыз. Ешкімді ренжітпе, сөзден ауыр еш нәрсе жоқ. Адам денесі көп жүкті көтерсе де, көңілі әр сөзді көтере алмайды. Адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер білімде. Адамға үш алуан адамнан мінез жұғады: ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Әсіресе олардың қайсысын жақсы көрсе, солардан көп жұғады. Адамға сенген мұрттай ұшады, Аллаға сенген құстай ұшады. Ешқашанда ешкімді жамандама. Ең жаман деген адамның да өз жақсылығы болады. Бізді шектейтін жалғыз нәрсе бұл біздің ойлау қабілетіміз, сенім жүйеміз. Егер біз өзімізді лайықсыз, керексіз, жарамсыз деп өзімізді гипноздаудан, сендіруді доғарсақ, біз өзіміз қалаған нәрсені ала аламыз, арман, мақсатқа жете аламыз. Біз танымал адамдардың ой пікірі мен сенімінің көлеңкесі болып кеттік. Біз Алланың ғана нұры болуымыз керек. Сіздің ойларыңыз адамзат үшін болмаса да, өзіңіз үшін маңызды болуы тиіс. Таңдау сізде: көптің бірі болу, не тұлға болу. Бірақ ең дұрысы бәріне және барыңызға риза болу. Барыңа шүкір ет, жоғыңа сабыр ет. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Қолыңда барда адамсың, қолыңда жоқта жамансың. Қолыңнан келмей қалғанда шашылып қалған сабансың. Денсаулық болса амансың,
бәріне бірдей жағарсың. Денсаулық сенен кеткенде ешкімсіз жалғыз қаларсың. Құс қанша биікке ұшса да табатын азығы жерде. Адам қанша тәкаппар болса да баратын жері көрде. Атағың аспандап айға жетіп тұрса да, қанша жерден бай, мықты, сұлу болсаң да, Алланың алдында дәрменсіз құл екеніңді ұмытпа. Қуаныш пен тыныштықты ұрлайтын 3 тұзақ бар: өткенге өкіну, болашақты уайымдау және бүгінге шүкіршілік етпеу. Қанша данагөйлердің сөздерін оқыдың, миыңа тоқыдың, одан не пайда, егер оны іс жүзінде пайдаланбасаң? Адам мінезінде 3 алтын қасиет бар: төзімділік, қанағатшылдық, үнсіздік сақтай алу. Өмірде кейде бұл қасиеттер ақылдылық, талант, сұлулыққа қарағанда көп көмектеседі. Бір есік жабылса, басқа бір есік ашылады. Бірақ біз көбінесе жабық есікке ұзақ қарап тұратынымыз үшін қай есік ашылатынын байқай алмай қаламыз. Сізді 2 нәрсе анықтайды: ештеңеңіз жоқ кезде танытқан сабырлылық және бәрі бар кездегі көз қарасыңыз. Өмірде бақытты болуыңыз ойыңыздың сапасына байланысты. Адам бұл дүниедегі қонақ, оның өмірі өткінші, сондықтан ол артына жақсы ісі мен жақсы сөзін қалдыруы керек. Бақытты іздеп табамын деп байбалам салмай-ақ қойыңыз, өйткені бақыт деген сіз. Тек оған жету үшін барлық қырыңызды танытуыңыз керек. Жүрген жеріңізде шама-шарқыңызша игі іс жасап жүріңіз, себебі бұл істеріңіз жиналған кезде әлемді мейірімге бөлейді. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Барлығы да өтеді, бұл әлемдегі ең шынайы ақиқат. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар: әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық. Оқу білімсіз өнерде жоқ. Ақын болу үшін де, болмаса басқа түрлі өнерпаз болу үшін де ең алдымен білім керек. Өмірден сыйлықтарды күткенше өміріңізді өзіңіз жасайтын уақыт келді. Сен сабыр еткен сайын Алла сені жақсы көреді. Дүние тану, білімге талпыну әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған түбегейлі ісінің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір адам білімге, еңбекке үңіле қарамаса, тек аңша қарын тойдырып, ұйқымен уақыт өткізсе, ешбір ілгері басу, өрлеу де болмас еді. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Адамдардың ең нашары, біреуге басқаша, енді біреуіне де басқаша көрінетін 200 адам. Пайда жоқ бұл заманда толы достан, жақсы ғой жұртпен сирек жолығысқан. Біреуге серігім деп сене қалсаң, алдымен саған соның өзі дұшпан. Қадіріңізді білмейтін адамдар үшін босқа арпалыспаңыз. Оларды лайық адамдарына қалдырыңыз және артыңызға қарамаңыз. Әдемі сөйлеген адамға сенбе, оның сөзінде әрқашан ойын бар. Үнсіз әдемі істер жасайтын адамға сеніңіз. Зымырап өтер бұл уақыт, таң атса, лезде күн батып, уақытпен бір ілесу, білсеңіз ол да бір уақыт. 12 мүшең сау болса, Тәңірдің сыйы ол да бір.
шүкір деп өмір сүрейік, басқаның бәрі қолда тұр. Ешкім басқа біреуге мін тағатындай мінсіз емес, бірақ кейбірлері мұны өздеріне дұрыс санайтындай арсыз келеді. Ақмақ адам ешқашан өз ойын өзгертпейтін адам. Сенің ең үлкен қарсыласың кешегі күнгі сен. Біреуді бақытсыз қыла тұрып, өзіңді бақытты қыла алмайсың. Құрметті көрермен, арнаны қолдай отырыңыз. Лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қарағаныңызға көп рахмет.